ипларыңыз болып, отчет уақытын ұмытып кететін болсаңыздар, егер нулевоймен болатын болса, жаңа кабинетте жаңа кнопка пайда болды, соны қосып қойсаңыздар, ертелеу сіздің орныңызға кабинет өзі автоматом отчет тапсырып беретін болады. Ол енді сіздің режиміңізге байланысты. Мысалы үшін айтайық, сіздің режиміңіз ИП упрощенка деге, сізде ешқандай табыс жоқ. Сол кезде сіз осы кнопканы қосып қоясыз, және сізге кабинет өзі сіз үшін сұрағының уақытын өткізбей, осылай отчет тапсырып беретін болады. Қазір видеомен көрсететін боламын. Бұл тек қана отчеттары нулевой отчет болғанда ғана. Ал егер доходтарыңыз артынан болатын болса, онда доп отчетпен жасайтын боласыздар. Міне осылай есінеға кіріп аласыздар. Осы жерде басып представляемый отчет дейсіздер. Мына кісі қазір ИП упрощенка. Осы жерде добавитті басасыз. Мына жерге мысалы үшін 910 деп жазайық. Міне. И подписать и отправить етіп, мына жерге 2026, бұл 26-та басталғатын строго осыны таңдаймыз. Сосын мына жерде бірінші болуға деді, осы жерде подписать отправить етсеңіз, осы жерде көрініп тұратын болады. Кабинет сіз үшін тапсырып беретін болады. Осыны жібергеннен кейін мына жерге қапталына кіріп, мына жерде уже строка пайда болады. Осы жерге кіріп, енді қазір кабинет налогоплательщик деп тұрады, немесе кабинеттің өзі деп тұрады. Кім тапсырғаны, қалай тапсырғаны бәрін осы жерден көруге болады. Егер де 200 форма болса, қайтадан добавить етіп осы жерге қоса бересіздер. Отчеттарыңыз сонда автоматын кабинет өзі тапсырып отыратын болады. Бұл жерде тек қана нөлмен ғана медсұраққа төлеген болсаңыздар, лучше өзіңіз уақыттан өткізбей, осылай кабинетті тапсырсаңыз болады. Өйткені бұл медсұраққа күні қойып бермейді, медсұраққа күн нөлмен кетіп қалады. Тағы да байқағаным, осыны қосып қойсаңыздар, сіз өзіңіз отчет тапсыра алмайды екенсіз. Яғни кабинеттің өзі сіз үшін тапсырып беретін болғаннан қателік шығарып тұрады. Егер де уақыттарыңыз болатын болса, негізінде бұл кнопканы қоспаған дұрыс. Өздеріңіз уақытында кіріп тапсырып отқандарыңыз әлде қайда жақсы.